Мусорға төккеннен кейін барып мусорды теріп тамақталу үшін. Қазақстанның бұл соғысқа араласпағанына қуанып отырмын. Ресей халқы осындай жағдайға түсіп отыр. Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Ресейде тарап жатқан видеоны көріп жағаларыңызды ұстап жатсыздар ма? Халқын осындай күйге түсірген Путин ат төбеліндей адамдар, тіпті қазақ болсам да кәдімгідей аналардың жағдайын көріп ойлап қараңыздаршы, Ресейде супермаркетте тұрып қалған, сасып кеткен, жалпы айтқанда жуындыны апарып мусорға төгіп жатыр еді. Топтасып тұр адамдар. Жаңа мусорға төккеннен кейін барып мусорды теріп тамақталу үшін. Ресей халқының жағдайы, енді ананы қарап, мына видеоны қарап, төбе шашымыз түктіріп жатыр. Көрген шығарсыздар бұл видеоны. Бүкіл әлеуметтік желілерге, интернетке тарап кетті мына видео. Халқы, Ресей халқы қаншама мусор жуындыға апарып төгіп жатыр, соны алып жеу үшін кезекте тұр. Мусорды аңдып тұр. Былай қарап тұрсаң, соғыспай-ақ, шайқаспай-ақ, тып-тыныш қана өзінің экономикасын ойлап, халқының жағдайын ойлап отыру керек еді ғой. Халқы не болды ал енді қазір? Мына жағдай тағы бір ақпаратпен сәйкес келетіндей. Ресей мұнайы құлдырады. Әлемдік ақпарат құралы Bloomberg Ресей мұнайының Америка санкцияларынан кейін құлдырағанын айтты. Өткен жол айтқан болатын, Трамп сайлауалды мәлімдемесі кезінде айтты. Біз мұнайды өзіміз өндіреміз, мұнай газды өзіміз шығарамыз. Яғни Америка енді бұрынғыдай сыртқы мемлекеттерден экспорттамайды, енді біз мұнайды көбейтеміз деді. Ал бұл нәрсені мен сіздерге өткен жол видеода айтқан болатынмын. КСРО-ның құлауының басты себептерінің бірі бұл мұнай бағасының құлдырап кетуі. Америка құрама штаттары кезінде КСРО-ны күйретуде үлкен қолданған осынау әдісін Трамп білді де жақында ғана мәлімдеме жасады. Мұнай бағасын түсіріңдер, сонда Ресей мен Украина арасында соғыс бірден тоқтайды деді. Енді Трамптың осынау іс-әрекеттері бірден нәтижесін беріп жатыр. Bloomberg ақпарат агенттігі, әлемдік бұқаралық ақпарат құралы, Трамптың, яғни Америка құрама штаттарының санкцияларынан кейін Ресей мұнайының бағасы құлдырады деп ақпарат жариялады. Оның бірінші себебі Америка құрама штаттарының мұнай, газ және басқа да шикізаттарды шығару, яғни Ресейдің мұнайы керек болмай жатыр. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, жақында ғана ресейлік мұнай тиелген танкерлерді Қытай порттары қабылдаудан бас тартты. Американың санкциясына ұшырап кетуден қорықты. Үндістанда осы кезге дейін мұнай қабылдап келгенімен енді сол мұнайдың шығу тегін талап ететін банктері сертификат сұратып жатыр, құжат сұратып жатыр. Ресей өзінің бір технологиясымен, өзінің әлемдік жаңалығымен, мысалы Apple, Google, сондай жаңалықтармен, Tesla сияқты жаңалықтармен әлемді мойындатып отырған ел емес. Ол да біз сияқты, былайша айтқанда, шикізатқа байланған экономика бюджетіне түсетін қаржының басым көпшілігі осы шикізаттан, мұнай, газ сияқты пайдалы қазбалардан түсіп отырған, әзер дегенде күнелтіп отырған мемлекеттердің бірі. Мұнай құлдырап жатыр енді. Жаңа әлеуметтік желіден көрген видео бүкіл халықтың жағасын ұстатып жатыр. Жасы келген пенсионерлер, үлкен кісілер мусорды аңдып тұр. Қандай тамақ төгер екен деп. Сонда бұның барлығы кімнің кінәсі? Қаншама халқы, олардың да халқы, басқа жақтың да халқы бәрі де бірдей, бірақ мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты. Мусор жағалап жүрген Ресей халқын көріп, Тоқаевтың қалайда енді Қазақстанды үйтіп-бүйтіп бұл соғысқа араластырмай аман есен алып шықса екен деп отырмын. Тоқаевтың Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының негізінде әрекет етіп келе жатқаны белгілі. Қазақстанның бұл соғысқа араласпағанына қуанып отырмын. Ресей өзінің қандай саясат жүргізгенінің нәтижесін әлі де тереңнен түсінбей отыр басшылығы. Халық оны түсініп отыр. Мусор жағалап жүрген халықты қарап, Ресейдегі осынау видеоны қарап отырып, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, қазақ билігі осы соғысқа араласпай, әйтеуір өзіміздің пайдамызды ойлап, өзіміздің пайдамызға әрекет етіп, халықтың жағдайын ойлап, бұл соғысқа барынша араласпай, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай алып өтсе екен деп отырмын. Ат төбеліндей адамдардың менмендігінің кесірінен Ресей халқы осындай жағдайға түсіп отыр. Демек,
саясаттың да саясаты бар.